Қайырлы күн достар, сіздермен алуа. Видеом соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен заманауи хит болып жатқан шоколадты құрманың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрмамызды жуып кептіріп, сүйегінен ажыратып алатын боламыз. Кез келген қара шоколадымызды үстіне бір қасық май салып, қысқа толқынды пеште немесе су моншасында ерітіп алатын боласыздар. Құрмамыздың ішіне мен нутелла қостым. Қалауларыңызша жаңғақ және басқа да заттар қосуға болады. Әрине ол қалауларыңызша. Нутелламен өте дәмді, керемет дәмді болып шыққан. Дайын болған құрмамызды осындай шоколадымызға аунатып алатын боламыз. Әрлеу, әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңызша. Видео ұнап жатса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бетін осылай әсемдеп шығатын боламыз. Ақ шоколад қолдансаңыздар да болады, жаңғақ ұнтағын қолдансаңыздар да болады. Дайын болған құрмамызды 10 минутқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Дәл осылай жасап көруді сіздерге кеңес етемін. Әсіресе нутелламен жасап көруді. Дәмі өте керемет болып шыққан. Дайын болған құрмаларымыз мінекей ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған алуа. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.